Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін сіздерге ағзаның қалай шлакқа толатынын және шлактан тазалау жолдары туралы айтатын боламыз. Ағзадағы тамақтан пайда болатын зиян заттарды шығару. Ағзада әртүрлі себептермен өлген клеткалар болады. Ол ісікке айналуы мүмкін. Шлактан да ісік пайда болады. Мұны энергия тоқтауы деген. Клеткалар жағдайдың нашарлануына қарай бейімделіп, ісік өсе бастайды. Дәрігерлердің айтуынша, тамақты өте тойып ішу зиян деген. Өйткені шлак шырындылары өкпе, мұрын, бас, ауызда жиналады. Тоңғанда ангина, гайморит, бас ауруы, терідегі бөртпе, көз көрмеу, сасық тыныс тағы да басқа аурулар шлактың нәтижесі деген. Шлакты кетіру, ауруды кетіру деген. Шлактар көбінесе бауыр мен өт бойына жиналады екен. Ол ішек қарыннан түскен артық затты ұстайды екен. Сосын ескірген еттер жиналып, тас пайда болады екен. Бұл адамдағы барлық зат алмасуына зиян келтіреді деген. Бұл үшін 7-10 күн ашығу керек. Сонда ғана бауыр тазарады, іш өту арқылы. Сонда ғана іштен қара сасық, мазут сияқты нәрсе шығады. Міне бұл ескі ет және ақсары тәрізді қорытылған тастар. Бауыр тазарғанда зат алмасу қалыптасып, шаш, тырнақ жақсы өсіп, арық болсаң оңаласың, семіз болсаң арықтайсың, және тіс эмалі қалпына келеді. Көзің жақсы көреді, тамақ қорытуды, күре тамырға қан айналысы, геморрой, аяқтағы тамыр кеңейіп, жыныс функциялары жақсарады. Үлкен дәреті қататындардың да ішегі тазарады. Демалыс таза, тері таза, қан нормаға келіп емделуге қиын деген әртүрлі аурулар жойылады. Осыған орай түрлі шөп дәрілер мен шайлар бар. Терінің бозаруы, тез шаршау, тері қабынулары, тітіркену әсерлері және тағы басқа нәрселердің басты белгілерінің бірі ағзаның зиян әрі улы заттармен ластануы болып табылады. Біздің зиян тағамдар мен фастфудтар жеуіміз, шамадан тыс тәтті қолдануымыз, кейде тіпті синтезді қоспалары барында көптеген дәрі-дәрмектер ішуіміз, сондай-ақ жиірек кездесіп жататын артық тамақ жегеніміздің салдарынан ағзамыз бұндай ауыртпалықпен өзі күресе алмай жатады. Сөйтіп біз ас қорыту процесіміз бұзылады. Тағам қажетті түрде қорытылмайды және қорытылмаған тамақ қалдықтары ағзада қалып жинала береді. Қорытылмаған өнім қалдықтарының біздің денемізді улаушы зәрлерді бөлетін бактериялар, ашытқылар және патогендер көбейеді. Ішек қарын жолының жағдайы теріде қабыну немесе тітіркену әсерлері арқылы көрінеді. Біздің ағзамыз жиі жеңіл тамақтанатын күндер мен тазалыққа зәру. Ішектерді тазалау арқылы біз бауыр, бүйрек, өкпе сияқты мүшелерге, иммундық жүйеге түсетін жүктемені жеңілдетеміз. Бүкіл ішек қарын жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреміз. Нәтижесінде ас қорыту жүйесі, заттектер алмасуы және тері қалыпты жақсарып, ағза кейбір созылмалы аурулардан айығады. Біздер алдымен жейтін тағамымыздың пайдалы, сау, таза болуын және ең маңыздысы мөлшерін қадағалауымыз керек. Артық жеуден сақтануымыз қажет. Ағзаны қалай тазартамыз? Патшалық пісте араб тілінде хаббатул булюк. Бұл ішек қарын жолдарын және бүкіл ағзаны жылдар бойы жиналып, денемізді ластайтын зиян заттардан жақсы әрі жылдам тазартатын өсімдік құралы. Өзі кішігірім бұршақ немесе кофе дәні іспеттес. Бұл патшалық піспені ислами дүкендерден таба аласыз. Ол көбіне Египеттен әкелінеді. Ішек жұмыстары мен ішкі қан жүйесі бұзылып, үнемі ауырлық пен іш қату кезінде таптырмас құрал. Гастрит және мерез кезінде сақтықпен қолданған абзал. Ағзаңыз жеңіл қорыта алатын жеңіл диетикалық тағамнан бастаңыз. Көкөніс, жеміс, ботқа сияқты. Пістенің 1/4 бөлігінен көп қолданбаңыз, яғни оны 4 бөлікке бөлесіз. Пістені жүкті әйелдерге және балаларға қолдануға болмайды. Шөптер. Таңертең іш жүргізетін піштен итшомырт, бір ас қасығы, бір сақан қайнаған суға қайнатпаларын қабылдаңыз. Күннің алғашқы бөлігінде 4-6 стақан және сығылған көкөніс нәр суларын сәбіз, қызылша мен сәбіз, қызылша сәбіз, қияр барлығы бірдей мөлшерде араластырылады да оны ішеміз. Сонымен қатар тазару кезінде зығыр, асқабақ дәндерін, өскін жаңғақ және сапалы майларды қолданған абзал. Ішекті тазалау барлық бұл жағдайларды қарапайым судағы зығыр дәндерімен шектеуге тура келеді.
1 шай қасық зығыр дәнін 1 стақан суға қайнатып суытамыз. 2 сағаттан кейін тұндырма дайын болады. Алайда термоста 1 күн бойы ұстаған абзал. Түнде жатарда 1 стақан сүзілмеген тұндырманы дәнімен ішу керек. Тұндырма 2-3 апта ішіледі. Бауырды тазалау: жарты лимон шырыны мен жарты грейпфрут нәрсуын алып 2 ас қасық зәйтүн майымен араластырыңыз. Бұл қоспаны 5 күн бойына таңертең аш қарынға тамақтан 1 сағат алдын ішу керек. Бұл құрал өт тастарын жойып, оларды ағзадан шығаруға көмектеседі. Бұл үрдістің жеңілдігі үшін күн бойына итмұрын қайнатпасын ішіңіз. Бүйректерді тазалау: маусым кезінде қарбыз, қияр, қауынды жеңіз. Бүйректерді шырындармен тазалауды дәрігерлер ұсынады. Олардың айтуынша, нандағы және басқа да концентрацияланған крахмалды өнімдердегі органиксіз заттар бүйректе дәнекерді құрайды екен. Бүйректердің саулығы мен тазалығы үшін олар мына шырынды ішуге кеңес береді. Сәбіз 10 бөлік, қызылша 3, қияр 3, болмаса басқа нұсқасы: сәбізден 9 дана, балдыркөктен 9 дана, ақжелкеннен 2 дана. Қызылшан және қырыққабат нәрсуы: қызылша ағза тазалаушы ең таңдалмалы өнім болып табылады. Ол аздап іш айдайтын және несеп айдайтын әсерге ие. Ас қорытуды жеңілдетіп, шектерден улы заттарды шығарады. Жаңа сығылған қызылша нәрсуын ішсеңіз, және қызылшаны сорпаларға және салаттарға қосуды ұмытпаңыз. Бауыры ауыратын адамдарға қызылша нәрсуын қолдануға болмайды. Қырыққабат нәрсуының құрамында күкірт пен йод бар. Ол екеуі қосарласып, ас қорыту мүшелерінің шырышты қабықтарын тазартады. Сонымен қатар, қырыққабат нәрсуы ақуыз бен кальцийдің қалыптасуына көмектесіп, жүйке жүйесінің жұмысына оң әсерін тигізеді. Итмұрын шайы: итмұрын жемісін ұсақтап, 2 ас қасық ұсақталған итмұрынды 2 стақан қайнаған суға термосқа тұндырасыз. 10 сағатқа қоясыз. Сүзіп аламыз. Күніне тамаққа 30 минут қалғанда 0,5 стақанмен 2-3 рет қабылдаймыз. Дайындалған шайды 2 тәуліктен артық сақтамаңыз. Сапалы түрде ағзаны тазарту кезінде ағзаға зиян болатын нәрсенің түспеуін және түскен нәрсенің ағзадан шығуын қадағалау керек. Және ағзаны қажет болған заттармен және ағзаға жетіспейтін дәрумендер мен минералдар нәрселермен байыту қажет болып табылады. Сонымен қатар, ас үлесіңізге қышқыл сүт өнімдеріне қосуды естен шығармаңыз. Күніне 2 литр су ішу қажет және жоқ дегенде айына жеңіл тамақ жейтін күн жасап тұрыңыз. Ағзаны тазалау денсаулық сақтаудың ең жақсы тәсілі. Тазаланудың қолжетімді әдістерінің бірі күрішпен тазалану. Оны жылына 1-2 рет 2 аптадан 1 айға дейін мерзімде жасауы керек. Нәтижесі бірнеше күннің ішінде көрінеді. Тұла бойыңыз жеңілдеп, көңіл күйіңіз көтеріледі. Зат алмасуды, бауыр мен бүйректің қызметін жақсартады. Буындарды, тамырларды, теріні тазартады. Артық салмақтан да біртіндеп құтыласыз. Күрішпен тазаланудың құпиясы: ағзаны тазалау үшін күріштің сіңіріп алу қасиеті бағытталған. Крахмал мен балауыздан арылған жібітілген күріш ағзадағы керексіз заттарды өз бойына сіңіреді. Тазалануға өңделмеген күрішті пайдаланған абзал. Тұзсыз диета күріштің әсерінен арттырады. Ағзаны тазалау барысында спирттік ішімдік пен темекіден бас тартқан жөн. Майлы, сүрленген, ащы тағамдарды да шектеу керек. Күрішті дайындау тәсілі: күріштің тазалау күші арту үшін крахмал мен балауыздан артылту қажет. Ол үшін 5 стақанды номерлеңіз. Себебі күріштің дайындалуына 5 күн кетеді. Тек 6-шы күні ғана ағзаны тазалауды бастай аласыз. 1-ші күні 1 стақанға 2-3 ас қасық күріш салып, үстіне су құйып қоямыз. 2-ші күні 1 стакандағы күрішті дұрыстап жуып, суық су құйып, бетін жуып қоямыз. 2 стақанға 2-3 ас қасық күріш салып, үстіне суық су құямыз. 3-ші күні 1 және 2 стақандағы күрішті жуып, үстіне таза су құямыз. 3 стаканға күріш салып, су құямыз. 4-ші күні 1-3 стакандағы күрішті жуып, суын ауыстырамыз. 4 стаканға күріш салып, су құямыз. 5-ші күні 1-4 стакандарға тәртіпті қайталаймыз. Сол сияқты 5-ші стаканды дайындаймыз. 6-ші күн 1 стакандағы күрішті тұз,
қант, май ештеңе қоспай әзірлейміз. Ал босаған стаканға 2-3 ас қасық күріш салып бұқтырып қоямыз. Егер гастрит, асқазанның ойық жарасы сияқты аурулармен ауырмайтын болсаңыз, күрішті пісірмей жеу керек. Күрішке қайнаған суы құйып 15-20 минут бұқтырамыз. Бұл жағдайда күріштің тазалаушы қасиеті жоғары болады. Піспеген күріш ағзаны тұздар, холестерин мен қоқыстардан ғана тазалап қоймайды, сонымен қатар іштегі паразиттерді кетіреді. Күрішпен тазалану кезінде қалай тамақтану керек? Таңғы ас ішпестен жарты сағат бұрын қайнаған су немесе шөп шай ішу қажет. Сусынға лимон шырынын қосуға болады. Тазалану барысында таңғы асыңыз тек күріш болады. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін асықпай шайнап жеу керек. Таңертеңгі аста да, содан кейінгі 4 сағат аралығында да ештеңе жемеңіз, су да ішпеңіз. Күріш ағзаңызда қызмет етсін. 4 сағаттан кейін не қаласаңыз, соны жеуге болады. Бірақ жасанды қосындылары бар және қанды көп тағамнан тартынған жөн. Күріш ағзадағы керексіз қалдықтармен қоса денеге қажетті калий тұздарын да шығарып тастайды. Сол үшін құрамында калийі бар жоғары дәрумендер мен минералдарды тұтынған дұрыс. Бұлар жас картоп, кептірілген өрік, мейіз, інжір, банан. Калийге бай келген жемістерден денсаулыққа пайдалы жеміс тортын дайындауға болады. Кепкен жемістің әрқайсысынан бірдей мөлшерде алып, ет тартқышпен өткізіп балмен араластырыңыз. Тоңазытқышқа салып, тәттіге тәбет тартқан кезде жеу керек. Және де достар,